жетіп шаңырақ көтеріп жатыр екен. Бүгін көтерген отауы шаңырағы биік болсын. Осы үйде әрқашан тек жақсылық, қуаныш тойларда кездесе беріңіздер. Өмірдегі барлық жақсылықты отбасыға тіледік. Бісміллә, қабыл алыңыздар. Мынау сіздердің құрметтеріңізге Қазақ Крель компаниясынан құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, мың жылдық құда бол. Ал неге Алатаудың құманы Қытайдың свечасы мінекей. Мүшегежілікте бөлу және де әржіліктің дастархан басында өз иесі бар дейді атам қазақ. 6 жыл аш жүрсең де ата салтыңды ұмытпа дегендей басты мақсат ұлы дала дәстүрлерін жаңғырту. Үлкен ас қазанның ас шажарын қонақ келсе қайнатып қос қазанын. Өзгелерді білмеймін, қазағымның Алла мықты жаратқан ас қазанын. Ет жейміз, жылқы жейміз, сиыр жейміз, қой шіркінді бәріміз сүйіп жейміз. Етіміз біте қалса тауық сойып жағдайымызды нашар қиын дейміз дейді. Аллах тағалам дастарханымыз еттен күйеу балаға тартады, иә? Күйеу бала бар ма? Сәкен ағам күйеу балалары бар ма? Әкеңіздер мына төсті қазақта күйеу балаға тартқан, иә? Жеңгелері тартады екен. Бұл төстің күш қуат беретін қасиеті бар. Соның кейін мына бүкіл үйдің жаңалығын жинап жүретін жеңгелер күйеу бала кеткеннен кейін айтады екен, күйеу бала молодец, төске ақшаны көп салды деп. Күйеу балаға тартады, иә? Күйеу бала бар ма? Сәкен ағам күйеу балалары бар ма? Әкеңіздер мына төсті қазақта күйеу балаға тартқан, иә? Жеңгелері тартады екен. Бұл төстің күш қуат беретін қасиеті бар. Соның кейін мына бүкіл үйдің жаңалығын жинап жүретін жеңгелер күйеу бала кеткеннен кейін айтады екен, күйеу бала молодец, төске ақшаны көп салды деп. Керемет баптап пісірген екен. Әрине Динараның асқан ниетіне баға беру бөлек. Бұл бісміллә той көрсеңде. Рахмет аға, жақсы. Астарыңыз дәмді болсын.